Ассаламуалейкум, құрметті көрермен, сіздермен Қуаныш Рахметұлы, Алтай Ньюс медиа орталығы ел тынысынан хабар жеткізіп, маңызды оқиғаларды салмақтайтын боламыз. Полиция Өскемен тұрғын алаяқтардан құтқарып қалды. Оқиға бұлай болған. Ер адамның айтуынша, оған қоңырау шалған белгісіз адам өзін ұялы байланыс оператор ретінде таныстырып, сим картасының мерзім аяқталған және ол бұғатталғанын хабарлаған. Ер адам несие рәсімдеп, қолма-қол ақшаны алғаннан кейін алаяқтармен байланысқа шыққан. Олар оған әрі қарай не істеу керегін айтқан. Барлық ақшаны алаяқтардың шотына аудару үшін басқа банкке барған. Алайда алаяқтардың жоспарын полиция қызметкері бұзды. Абырой болғанда осы уақытта банкте полиция капитаны Нұртас Болатов болған. Ол қаскөйлердің телефон арқылы күдікті әңгімесін естіп қалған. Полиция қызметкері бірден азаматқа мұның алаяқтық әрекет екен түсіндіріп, нұсқаманы орындамауды айтқан. Осылайша тәртіп сақшысы алаяқтардың жоспарын іске асырмады. Биыл Шығыс Қазақстан облысының 24 мыңнан астам оқушысы өңірдегі табиғи парктер мен тарихи мәдени орындарға барады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифингте Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасының басшысы Инесса Чернышева мәлімдеді. Жазғы каникул кезінде ұлттық табиғи парктер мен киелі жерлерге 24 560 оқушы барады. Атап айтсақ, Катонқарағай ұлттық табиғи паркіне 2300, Ридердегі Батыс Алтай табиғи қорығына 6800, Қиын Керіс шатқалына 3500, Ақбауыр археологиялық кешеніне 4700, Мария жартасына, Берел қорғанына, Абылайкит бекінісіне, Бұқтырма су қоймасына оқушы аттанады. Тағы да 750 бала экологиялық туризм жобаларына, 250 бала археологиялық мектептерге тартылады. Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 200 бала мен туристік жарыстардың жеңімпаздары үшін Бұқтырма су қоймасына теплоходпен бір күндік экскурсиялар ұйымдастырылады. Зайсан ауданының Тасбастау ауылында 2 балдық жер сілкінісі сезілді. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі сейсмологиялық зерттеу институты сейсмикалық станциялар желісі 24 сәуірде Алматы уақытымен сағат 11:19-да жер сілкінісі тіркелді. Эпицентрге жақын орналасқан Зайсан ауданының Тасбастау ауылында 2 бал болып сезілген. Зардап шеккендер жоқ, құрылыстар қирамаған. Биыл Шығыс Қазақстан облысының қонақжай отбасы жобасы кеңейеді. Енді оқушылар қазақ тілін үйрену мақсатында Катонқарағай ауданынан бөлек Глубокий ауданы мен Риддер қаласына да жіберіледі. Жоба балаларды қазақ тілін әдеттен тыс, бірақ тиімді форматта оқытуды көздейді. Яғни оқушылар қазақшаны тілдік ортада жүріп меңгереді. Сонымен қатар балалар өлке тарихы мен қазақтың салт дәстүрімен танысып, киелі жерлерді, тарихи ескерткіштерді аралайды. Шығыс Қазақстан облысының мектептерінің бірінде кадет сыныбы ашылды. Оған биыл 100 жасқа толып отырған Ұлы Отан соғысының ардагері отставкадағы милиция полковнигі Құрмет Рахимовтың есімі берілді. Мерейтой иесінің туған жері Күршім ауылында орта мектебінде 15 оқушы ант қабылдап кадет атанды. Өскеменде тұратын Құрмет Ақсақал жасына байланысты іс-шараға бара алмады. Сондықтан полицейлер тікелей трансляция ұйымдастырды. Ардагердің қасында Шығыс Қазақстан облысының полиция департаментінің бастығының орынбасары Алмас Төкенов, Шығыс Қазақстан облысының ішкі істер органдар ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұрлыбек Өдербаев болды. Ақсақал ақ батасын беріп, оқушыларға сәттілік пен табандылық тіледі. Алтай ауданының жаңа Бұқтырма кентінде абаттандыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мердігерлер 30 000 шаршы метр аумақты қамтыған құрылысты жыл соңына дейін бітіруді көздеп отыр. Ал атқарылып жатқан жұмыс қоғамдық кеңес өкілдерінің бақылауында. Кенттегі абаттандыру жұмыстары былтыр Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылына арналған ескерткіштің маңынан басталған болатын. Қазір мұнда жылу құбырларын ауыстырып жатыр. Абай көшесінің бойындағы ұзындығы 600 метр болатын жылу құбыры жаңартылды. Жоба бойынша ескерткіштің айналасы танымастай болып,
өзгермек. Жаңадан бой көтеретін спорт алаңдары, балалардың ойын алаңқайлары әлақ жергілікті тұрғындар мен кент қонақтарының сүйікті орнына айналатынына сенім мол. Мердігер компания өкілдерінің айтуынша, жаңадан салынатын ойын алаңдары сапалы материалдан жасалады. Сонымен қатар мұнда 2 субұрқақ және мерекелік іс-шараларды өткізуге арналған амфитеатрда ел игілігіне берілмек. Сонымен, құрметті көрермендер, біз қорытындыладық. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын ағайын.